Короче, мына бақшадан бар ғой, 100 мешок картошка алды ғой. Bir мешок картошканың онынан 100-ін сатса қанша? Миллион. Көрдің ба? Мынау сіздің жеріңіз емес қой, бірақ жәке Қамбар ағаның келді ғой. Қамбар баттікі ғой, сөйлесіп қойған берген. Сөйлесіп қойсаңыз, дұрыс түсінбей қалып жүрмесін деп. Жоқ, нормально сауыр еді ғой, негізі. Жоқ, нормально сөйлесіп қойған. Точно келісіп қойдыңыз ба, жәке? Ой, точно деймін, міне. Давай, қазып атым. Красавчик. Жәке, мынаны салсақ болды. Ауыздарын бөгірі қалғандар. Бұл давай. Машинаға тейік. Красавчик деп түйттік, Жынды қастадық, Баған жүптерің бар ғой, Не істеватсыңдар? Ассалаумағалейкум. Қамбар аға қалайсыз? Биыл картошкаларыңыз зор шықты. Не? Алла разы болсын. Ойбай! Ойласын, біреудің бағасын бесін атына қасып кеттің. Ялай, ойласам нервыстан келдің. Жәке, вообще ұрыл жасаймын деп келіскен жоқпын мен сізбен. Нормально жұмыс берем деген едіңіз, не мынау? Нормально жұмыс қой, просто столбқа құрып отырмыз ғой. Ақша тапсаң болды емес пе? Болды емес. Немене? Біреудің ала жібін аттап өйтіп ақша таппай қойдым, адал еңбек деген болу керек қой кішкене. Енді қалай байын деп едің? Байымайсың сен қазіргі заманда. Bir рет ұрлықпен байысың, содан кейін адалынан өмір сүресің. Мен емес, бүкіл әлем сондай. Байсақ байып кетпедік пе? 2 жыл бойы самсыз сатып жүрміз ғой. Түсінсейші сен дұрысынан. Ұсталып қалсаң, ұятты просто ұсталып ұят болмайтын нәрсе. Болады нормально жұмыс, просто сен 20 көрме, ниетің дұрыс емес сен. Ниетіңді түзе сен. Нормально болады бәрі. Сынбасаш? Ниетке байланысты ма не бәрі? Конечно. Ниетіңіз қабыл болсын онда. Біреудің бағысын бесін атына қалсын. Ойлашы.